Қара күз бен қыс айларында ерте көктемде адамдарды жиі әбіржететін аурудың бірі тұмау. Түрленуіне байланысты тұмауды зерттеу, оған қарсы вакцина шығару бүгінгі күндері де жалғасып келеді. Бірақ оның жұмбақтары ол туралы білмейтініміз әлі де көп. Сол жөнінде ғалымдар анықтаған бірқатар қызықты фактілерді айтып кетсем. Тұмау вирусы 0 градус шамасындағы жағдайда бір айға дейін сақталады. Оның күн жылынғанда құтыратыны сондықтан. Ал вирусты кәдімгі сабын өлтіре алады. Құрғақ ауа мен 70 градус ыстықта вирусты жояды. Тұмау таралуына қағаз ақшаларда үлес қосады. Себебі онда тұмау вирустары 2 аптаға дейін еркін сақталады екен. Мұны ғалымдар анықтаған. Сол себепті кей елдерде ақшаны антисептикалық қасиеті бар қағаздармен шығарады. Ал Жапонияда ақшаны 200 градустық арнайы машиналарда жуады. Дене қызуын басатын дәрілер тұмау инфекциясының бүкіл ағзаға жайылуына жәрдемдеседі. Өйткені вирус үшін дененің қалыпты температурасы мен аздап қызуы өте жайлы орта. Ересек науқастар егер өзін тым жайсыз сезінбесе, дене қызуы 38-5 градусқа көтерілсе ғана ондай дәрі ішуге болады. Ал балаларға 38 градусқа көтерілгенде ғана беру керек. Аспиринді тұмау кезінде қолданған қауіпті. Ол әсіресе балалар үшін қатерлі. Оның құрамындағы ацетилсалицил қышқылы вирусқа қосылғанда Рей синдромы деп аталатын ауыр жағдай туындауы мүмкін. Емізулі бала үшін тұмаудан қорғайтын ең күшті вакцина – ана сүті. Әйелдер тұмаураттым деп баласын емізбей қоймауы керек. Ана сүтінде пайда болған антитела балаға өте жақсы. Оған анасынан тұмау жұқпайды. Науқас адам жөтеліп, түшкіргенде тұмау вирустары ауаға сағатын 16 шақырым жылдамдықпен таратады. Тұмау жоғары дене қызуынсыз болмайды. Науқастанудың бірінші сағатында температура 38-5-39 градусқа жетсе, бұл тұмау. Ал дене қызуы бұдан төмен болса, ол басқа вирустан туған сырқат болуы мүмкін. Сондай-ақ тұмау кезінде мұрыннан бірден су ақпайды. Алғашында мұрын жиі бітеліп, 3-4 күннен кейін барып осындай құбылыс байқалады. Бұған вирус кінәлі емес, оны ағза әлсірегесін бас көтерген бактериялар туындатады. Вирус бактерияларды таратуда доңыздардың да үлесі көп. Себебі олар доңыз тұмауына ғана емес, құс тұмауына, адамдарға үйір тұмауға да бейім. Ал оның денесіне олар аралас түссе, өзгеріске ұшырап аса қауіпті дертке айналуы мүмкін. Міне, ғалымдар осылай дейді. Бұл жөнінде әркімнің де біле жүргені абзал.